Әлеуметтік желілерде Түркияның зілзала болған Хатай провинциясындағы Эрзинде бірде-бір ғимарат құламаған, бірде-бір адам қаза таппаған, жалғыз қала деген ақпарат кеңінен тарады. Суреттегі қала мэрі Оккеш Элмасоғлы. Жазбаларға сүйенсек, ол заңға бағына отырып, заңсыз ғимарат салуға мүлдем жол бермегенін айтады. Оқырмандар бұл жазбаны оқып, сүйсінді, тамсанды. Бірақ шын мәнінде қазір барлығы жазып жатқан әкім 2019 жылы қызметке кіріскен. Содан бері қалада бірнеше ғана жаңа ғимараттар салынған екен. Қаланың апаттан аман қалуы әкім ғимарат салуға рұқсат бермегендіктен емес, қалада биік қабатты ғимараттар аз болғандығынан. Эрзин қаласында 30-35 мың адам тұрады. Және бүкіл қала дерлік агробизнеспен айналысады. Биыл Түркияда маңызды президенттік сайлау өтеді. Ал шағын қаланың мэрі оппозициялық партияның мүшесі екендігін ескерсек, бұл классикалық саяси екендігін түсінуге болады.